Криштиану Роналду бұл тек футбол жұлдызы ғана емес, сонымен қатар нағыз сән-салтанаттың символы. Оның байлығы мен сәнді өмірі көпшіліктің армандағы өміріне ұқсайды. Әлемдегі ең қымбат көліктер, миллиондаған еуро тұратын виллалар, жеке ұшақтар мен сәнді брендтер. Роналду бұл байлыққа алаңдағы шебер ойыны мен еңбекқорлығының арқасында қол жеткізді. Ал олай болса, оның байлығына көз жүгіртіп, нағыз футбол жұлдызының өмірін бірге көрейік. Роналдудың гаражында әлемдегі ең қымбат әрі сәнді көліктердің бірнешеуі бар. Bugatti Chiron құны $3,5 миллион тұрады. Ferrari 599 GTO құны $400 мың тұрады. Lamborghini Aventador құны $500 мың. McLaren Senna құны $1,5 миллион. Rolls-Royce Cullinan құны $400 мың. Bentley Continental GT құны $400 мың. Қазіргі кезде оның көлік гаражы шамамен $50 миллион құрайды. Алайда мен айтқан көліктер бұл жай ғана негізгісі және де бергі жағы. Әлі біз білмейтін қаншама көліктері бар десеңізші. Криштианудың бірнеше сәнді үйлері бар. Олардың әрқайсысы өз сәулетімен және де өзгешелігімен ерекшеленеді. Мадридтегі зәулім үйі $6 миллион құрайды. Португалиядағы вилласы $10 миллион құрайды. Туриндегі үйі $8 миллион құрайды. Ал Нью-Йорктегі пентхаусы $22 миллион тұрады. Жақын арада Криштиану Роналду Араб Әмірлігінен миллионерлер ауданынан $6 миллион тұратын үй сатып алған болатын. Ал Роналдудың жылжымайтын мүліктердің жалпы құны $45 миллион құрайды. Криштианудың жеке ұшағы Gulfstream G650. Ол әлемдегі ең сәнді және де қымбат жеке ұшақтардың бірі. Оның бағасы шамамен $60 миллион құрайды. Криштиану Роналду сағаттар және де әшекейлерге де көп көңіл бөледі. Rolex GMT Master 2 буын сағаты $400 мың құрайды. Cartier Love білезігі $50 мың және де күнделікті таңдаулы Versace, Gucci, Louis Vuitton сияқты киімдерді киеді. Олардың өзі $20 мың тақалады. Роналду Криш бренді арқылы бірнеше қонақ үйге иелік етеді. Әсіресе Португалиядағы Pestana Криш Hotels желісі. Оның құны шамамен $15-20 миллион құрайды. Және де Мадридте де 1-2 қонақ үйлері бар. Олардың құны $10 миллион тақалады. Криштиану Роналду әлемдегі ең жомарт спортшылардың бірі. Және де жиі қайырымдылыққа миллиондаған ақшалар құйып отырады. Ол футбол алаңындағы үздік ойыншы ғана емес, сонымен қатар мейірімді жүрегімен де танымал. Роналду көптеген қайырымдылық шараларына қатысып, өзінің байлығын адамдарға көмек көрсетуге бағыттап отырады. Роналду 2020 жылы Португалиядағы 2 үлкен ауруханаға €1 миллион бөледі. Және де оларға қажетті медициналық жабдықтарды алып береді. Роналду UNICEF, World Vision секілді ұйымдардың елшісі болып табылады. Ол әсіресе аштықтан зардап шегіп жатқан Африкадағы балаларға көмек көрсетеді. Роналду сонымен қатар тұрақты қан доноры болып табылады. Ол денесіне татуировка жасатпайтын себебі де осыда. Ол әлемдегі қан тапсыру акцияларын қолдап, көптеген адамдарды донор болуға шақырып келеді. Роналду Португалияда және де әлемнің басқа елдерінде бірнеше балалар спорт залдарын ашып берді. Және де көптеген ауруханаларды да ашты. Криштиану Роналду өзінің байлығын тек сән-салтанатқа емес, сонымен қатар қайырымдылыққа да жұмсайтын нағыз үлгілі тұлға. Қорытындылай келе, Криштиану Роналду футбол тарихындағы ең табысты спортшылардың бірі ғана емес, сонымен қатар ең беделді әрі мейірімді тұлғалардың бірі. Оның еңбекқорлығы мен алаңдағы шеберлігі мен дарыны осындай дәрежеге жеткізіп отыр. Сонымен достар, Криштиану Роналдуның бай әрі қайырымды өмірі осындай. Егер де видео ұнаса, лайк басып қолдау білдіріп отырыңыздар. Сіздермен бірге болған қазақша футбол арнасы. Сау саламатты болыңыздар.